Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода біз осындай тік және трапеция белемшеге шлица жасауды үйренетін боламыз. Қазір бізге артқы бой қажет, артқы бойдың ортасы. Мынау біздің артқы бойдың ортасы, мынау боковой шет жағы. Енді осы ортасынан оңға қарай 6 сантиметрді сызып аламыз. Және жоғарыға 18 немесе 22 деген тұрақты санды аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша екі санның біреуін таңдасаңыз болады. Мен 22 деген санды аламын. Мына жақтан да алтыны белгілеп аламыз. Және 22-ні сызамын. Ортасынан да 22-ні тауып аламын. Осы екі нүктені қосамын. Және мына ортасынан жоғарыға 3 сантиметрді белгілеймін. Мінекей, осы 3 сантиметрмен мына жақтан қосып бұрыш жасаймыз. Мінекей, біздің шлицамыз дайын болды. Жан жағына 1 сантиметр тігіске, астына 4 сантиметр қайыруға қалдырып сызып аламыз. Теориялық түрде біздің шлицамыз дайын. Енді осы шлицаны толықтай тігіп үйренейік. Түсінікті болу үшін мен сары матаға қара жіппен тігіп көрсететін боламын. Және мына артқы бөліктің сол жағына шлицаға дублерин жабыстырып шығамыз толықтай. Енді мына бұрыштарын оверлоктап аламыз. Мынау бізде бұрышы, осы бұрыштан 1,5 сантиметр асырып тігетін боламыз. Артқы бойды тігіп келе жатып, мына бұрыштан 1,5 сантиметр асырып тігін машинасында тігіп аламыз. 1,5 сантиметрге асырып тігіп алдық, мына ортаңғы тігісті, және соңына дейін осы тігісті қолмен көктеп жалғастырамыз. Екі жағынан да жалғастырып тігеміз. Себебі ол екі тігіс бір-біріне дәл келу керек. Содан кейін шлицаны екі бүктеп, одан кейін тағы бүктеп, осылай үтіктеп аламыз. 3 сантиметрге содан кейін 3 сантиметр ішке қайырып, дайын түрінде осындай болу керек. Және мына дублерин деген жағы осылай жатады. Сосын оның үстіне дублеринделмеген жағы жатып, осыны оң қаратамыз. Мінекей, дайын түрінде мына дублерин деген жағы ашылып жүру керек. Сосын мына екі жіп бір-бірімен беттесу қажет. Содан кейін біз мына тігістің біткен жерін осылай анықтап аламыз. Осы жерде бітеді. Және мына жерде шлицаның біткен жерімен қосамыз. Енді осы сызықты заклепка бермей соңына дейін тігеміз. Сосын заклепкамен тура солай артқа дейін қайтамыз. Дайын түрінде осындай таза өңделген шлица пайда болады. Енді мына астыңғы бөлікті оверлоктап шығамыз толықтай. Оверлоктап алғаннан кейін 8 сантиметрді өлшеп сызып аламыз. Себебі біз астыңғы етегін 4 сантиметрге қайырып, осы сызықтың бойына әкеп үтіктейміз. Осылай дайын күйінде түп-түзу шығу керек. Енді тіксек болады. Ол үшін тігісті ашамыз. Мына сызық бір-бірімен байланысу қажет. Инемен түйреп аламыз. Мінекей. Мына бұрышты да тура солай жасаймыз. Мына сызық теріс қаратып, яғни оң жағы ішінде болу керек. Осылай түйреп алып, заклепка беріп тігіп аламыз. Тігісті үтіктеп аламыз. Етегінен жоғары қарай 3,5 сантиметр қалдырып, осындай түзу сызық сызып, тігіп шығамыз. Мінекей, біздің шлицамыз дайын. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Келесі кездескенше.